Қайырлы күн достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте тез дайындалатын осындай тәтті әрі ауызда еритін чак-чак дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқамызға ұнымызды електен өткізе отырып қосамыз. Екеуін жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Сіздер үстіне шым-шым тұз қоссаңыздар болады, мен бірақ тұз да қант та ештеңе де қоспаймын. Ұн мен жұмыртқадан осындай жұп-жұмсақ қамыр илеймін. Дайын болған қамырымызды осылай жаямыз. Қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып аламыз жақсылап. Одан кейін бізде осындай роликтің көмегі арқылы осылай жолақшалар етіп кесеміз. Сосын осы жолақшаларды кішкене төрт бұрыш етіп тағы да кесіп шығамыз. Біздің қамырымыз жабыспайды бір-біріне. Сонда да мен осылай барлығын жеке-жеке қойып қойдым. Енді қызып тұрған майға салып қуырып аламыз. Қызарғанша осылай қуырып аламыз. Қызарғаннан кейін алып, оны жақсылап суытамыз. Суып болғаннан кейін ғана, әбден суып болғаннан кейін ғана сгущенкамызды қосып араластыратын боламыз. Сіздер жанына тағы да сұйық мед қоссаңыздар болады, бірақ мен мед қосқан жоқпын. Бірыңғай сгущенканың өзімен осылай араластырып шығам. Бірыңғай сгущенканың өзімен өте тәтті болып шығады. Дайын болған чак-чактың бетіне әдемілігі үшін мак, не болмаса мейіз сеуіп әсем десеңіздер болады. Ол өз қалауларыңызға байланысты. Міне осымен біздің чак-чагымыз дайын болды. Өте тез арада. Чак-чактың дәмі өте ерекше тәтті болып шығады. Сондықтан міндетті түрде сіз де осы менің рецептім бойынша жасап көріңіз. Менің каналыма жазылып, видеоларыма лайк басуды ұмытпаңыз. Сонда менің видеоларымды бірінші көріп отырасыз. Ас болсын!